Невра ауруханаға келіп айғайлады. Явуз апа қойшы деп еді, сен араласпа деді. Ол Жалтырбас пен Омранға сөйледі. Жалтырбас біз оны қинамадық, қауіпті деп едік, өзі тыңдамады деді. Невра аузына келгенін айтып жатырды. Жалтырбас та ашуланып сөйлеп жатыр еді. Явуз бізде ашулымыз, мән бермеңіз деді. Невра кешіріңіздер деп кетіп қалды. Айшүгіл біреу мені өлтіргісі келді деп отырды. Оны тыныштандыру үшін жазатайым жағдай еді деді Пойраз. Дәрігер шығып ота сәтті өтті. Исаның жағдайы жақсы. Чынар мырзаның операциясында бір қиындық болды. Оны кейін айтамыз деді. Прокурор не болды деп еді. Пойраз ол өлді. Өзім реттеймін деді Мүнтаз. Невра Айшүгілге звондап қайдасың? Чынар операцияға кіріпті деді. Айшүгіл не деп ауруханаға кетті. Садриддин Диспинаға келіп не болды деп еді. Ол өсімқор Еролға барыпты. Маған қырындаған біліп қойыпты деп жылап кетіп қалды. Әкем қайда деп еді. Садриддин чемоданын алып кетіп қалды деді Диспина. Жыламаңыз, мен өзім оны алып келемін деді Садриддин. Дәрігер Шынарды тексерді. Ол сол аяғын сезбей жатырды. Бәрі оны қарап тұрды. Невра неге сол аяғын қимылдатпайды деп еді. Миында ақау болды. Сол себептен сол аяғын сезбей жатыр деді дәрігер. Бір жолата емес шығар, емделетін шығар деп еді Айшүгіл. Я, бірақ емделмеуі де мүмкін деді дәрігер. Бұл жаңалық Невраға ауыр тиді. Ол Айшүгілге келіп тиісті. Ол сіздің балаңыз болса менің күйеуім деп еді. Мені өзіңмен салыстырма, сендер ерлі зайыпты сияқты емесіңдер. Бір үйде тұрудың да қажеті жоқ деп айқайлап жатыр еді. Бахри келіп, не болып қалды Невра ханым деп еді. Келініммен сөйлесіп тұрмын деді Невра. Сөйлесіп тұрсыз ба? Маған басқаша көрінді. Ол саған жауап қайтармаса үлкен болғасын сыйлағаны деді Бахри. Невра үндемей қалды. Кен орнына барып кіруіміз керек деді Мүнтаз. Я, оны өзім реттеймін деді Пойраз. Кен орнына білдірмей кіре аласың ба деді Пойраз Мелтемге звондап. Ол я деп келісті. Мелтем мен Зұлпқар кен орнына келді. Олар тығылып қарап тұрды. Жүк көлігіне тығып бірдеңе тиеп жатырды. Соны қарап тұрғанда оларды ұстап алды. Чынар есін жиды. Невра мен Айшүгіл қасында болды. Исаны сұрады. Ол жақсы деді. Невра оған сол аяғыңды сезбеуің мүмкін. Операция кезінде қиындық болды деп еді. Ол мен бұдан да зорғысына дайын едім деді. Айшүгіл бәрі жақсы болады деп еді. Сен қасымда болсаң болды деді Чынар. Зұлпқар, бұл жерде менің әкем жұмыс істейді, соған келдік деді. Әкемді бір көріп кетейін дедім деді Зұлпқар. Әкесін шақырып келді. Менің жұмысым бар, сендер кетіңдер деп кетіп қалды әкесі. Мелтем көлікке телефонын қалдырды. Ол Пойразға звондап телефон сигналынан тауып алың деп айтты. Мүнтаз бен Пойраз жүк көлігінің артынан келе жатырды. Полиция көлікті тоқтатып тексеріп жатырды. Пойраздар кетіп қалды. Явузды тергеп жатырды. Сіз қалай білмейсіз, осынша тауар жүк көлігіне тиелгенін деді. Явуз есіне түсірді. Жүргізуші Мелтем салып жіберген телефонды тауып алып Халилге звондады. Шығарда көлікті тексердім. Екі күдікті адамды көрдім. Есікте қыстырылған телефон тауып алдым. Соңымызға біреу түскен сияқты деді. Явуз бен Халил не істейміз? Көлікті кейін қайтара алмаймыз деп отырды. Сосын Явуз бір жоспарым бар деді. Полицияға звондап жүк көлігін өзі ұстап берді. Халил Садриддин кінәлі болады ғой деп еді. Я, дәл солай деді. Тергеушіге Садриддин Оман жаңа серіктесім, оның қылмыстық істерге қатысы бар екенін білесіздер деді. Садриддин Оман сізге айтпай өз тиеп жіберді ме деп еді тергеуші. Дәл солай деді Явуз. Садриддин әкесіне келді. Сен кеткелі Диспина қиналып кетті, оның кінәсі жоқ, сені сүйеді деп екеуі сөйлесіп тұрғанда полиция келіп Садриддинді терроризмге қатысыңыз бар деп алып кетті. Зұлпқардың да әкесін алып кетті. Явузды шығарып жатты. Садриддинді әкеле жатырды. Явуз, біздің әулеттің бұндай жиіркенішті террорлық істерге ешқандай қатысы жоқ деді. Жалғыз кінәм Садриддин Оманға сеніп қалғаным деп жатыр еді. Явуз Садриддин артында естіп қалып, не деп тұрсың деді еді. Міне осы неме ғой, бәрімізді алдап соқты, абыройымызды айрандай төкті деді Явуз. Не деп шатып тұрсың деп еді Садриддин. Неге бізбен серіктес болғың келгенін енді білдім деді Явуз. Садриддин, сен емес пе осы іске бізді араластырған деді ашуланып. Оны алып кетті. Бахри келіп Явузды тұрғызды. Ұлыңыз шашал десе бас алады екен. Мафиясыңдар ғой, сендерге сеніп жүрген мен ақымақ деді Явуз Бахриге. Рас, осы кезге дейін қаншама қылмыс істедім, бірақ ешқашан отанымды, ұлтымды сатқан емеспін деді Бахри. Ол кетіп қалды. Мүнтаз Пойразға звондап біртүрлі бірдеңе болып жатыр. Сені төменде күтіп тұрмын деді. Ол жарайды, келем деп телефон тастады. Диспина Бахримен сөйлескісі келіп еді. Ол бұл әңгімені қозғамай-ақ қояйық деді. Фатих Сүмгілге звондап еді. Ол қолым тимей жатыр деп сөйлеп тастады.
Фатих саған қарап қалыппын ба деп Мелиске звондады. Таңғы асқа шақырды Мелисті. Мүнтаз әлгі жүк көлігі ісіне Садриддинді қамап тастапты деп еді. Садриддиннің не қатысы бар деп сұрады Пойрас. Явузды бөлімшеге апарса мен ештеме білмеймін деп Садриддинге жауап тастапты деді Мүнтаз. Ол біздің соңына түскенімізді біліп қалды деді Пойрас. Садриддин отыра тұрсын, Явуз жоспарым орындалды деп ойласын, сосын бір қателік жібереді деді Пойрас. Әйел келіп тағы бір әйелді өлтіріп кетті. Мелис пен Фатих бірге таңғы ас ішті. Мелис көлігің қайда деп еді. Фатих жөндеуде деді. Көлігің шықса балық жеуге барайық деді Мелис. Ол досына звондап көлік табуым керек деп еді. Олар Сүнгілге звондап ақша алшайш деді. Я дұрыс, бірінші Сүнгілді қаратуым керек деді. Халел Садриддин өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп еді. Ешкім сезіктенген жоқ қой деді Явуз. Халел жоқ деді. Пойрас Явузға келіп ауруханаға барасыз ба деп столдың астына тыңдауыш құрылғы қойып кетті. Пойрас үйіне келді. Эда оларды тыңдап отырды. Явуз біздің кілтіміз, талай есікті ашып береді. Ол бізге тірідей қажет. Пойразға да айт, бір қателік жібермесін деді бастық Мұнтазға. Явуз жарылғыш заттарды тапсыратын адаммен кездесуге барады. Саған мекен жайды жіберемін. Көмек керек болуы мүмкін деді Пойрас. Чынарға Бюлент деген кісі звондап Пойрас жайлы ақпаратты жойып тастаған сияқты. Мен енді өлген адамды қайдан іздеу керегін білемін деді. Невра, Чынарға үйге қайтамыз деді. Явуз бен Халел кездесуге келді. Олар бұл жолы соңымызға ешкім түспеді деді. Пойрас олардың артынан келді. Олар оны байқамады. Явуз сөйлесіп тұрды. Пойрас да олардың артынан кірді ішке. Чынарды үйіне әкелді. Явуз ол адамдарға ертеңге тырысамыз деп жатырды. Пойрас оларды қарап тұрды. Мүнтаз да келді. Ана адамды таныдың ба деп сұрап еді Пойрас. Ол оңбаған лаңкестерге жан-жақты қолдау көрсетеді деп айтып тұр еді. Олар тығылып тұрған жердегі темір құлап кетті. Олар Мүнтаз бен Пойразды көріп қалды. Атыс басталып кетті. Пойрас Явузды жаралады. Ол қашып кетті. Пойрас оның артынан келе жатырды. Полиция Явуз Сайгинер лаңкестікке қатысы бар, оны тұтқындаймыз деп үйіне келді. Явуз Невраға звондады. Ол не бүлдірдің? Полиция сені іздеп келді деп еді. Маған көмектес, жаралымын деп қайда екенін айтты. Невра қазір келемін деді. Пойрас оны көрмей басқа жаққа кетіп қалды. Садриддинді босатты. Сені қалай босатты деп сұрап еді Бахри. Явуздың бұл оқиға жауапты екенін анықталды деді Садриддин. Зулфқардың да әкесін босатты. Бюлент Пойраздың қабірін қазып жатырды. Явуз қансырап жатырды. Невра дәрігерсіз өзі келді. Сенмен сөйлесуім керек деді. Невра отырды. Әкеңді иттің етінен жек көрдім деді. Әкесі өлмей тұрып Неврамен кездескен. Шынардың ұлы емес екенін білген. Конвертті Невраға берді. Сені өлердей жек көрдім. Шынар сенің балаң емес. Болмағанына шүкір деді Невра. Ол жазаңды тартасың деп тапанша алып Невраға тақап еді. Ол оның қолын ұстап өзіне бұрып атып жіберді. Сенің өлгеніңе ешкім таңданбайды деді. Сенің әкең бай болғандықтан мені сатты деді Невра Явузға. Сені сатпаймын апа, бәрін ұмыттайық деп еді Явуз. Полиция, тілшілер бәрі сені іздеп жүр деді Невра. Сен әкеңе тартқансың. Осал, әлжуаз, бұлай болғанын қаламадым деп Невра оны шарфымен тұншықтырып өлтіріп тастады. Сосын кетіп қалды. Пойрас келді. Шынар Айшагүлге мүмкін емес. Ағам сондайға баратынына сенбеймін деді. Түсінсем бұйырмасын деді Айшагүл. Бұл үйде күнде бір мәселе туындайтын болды. Үйдегілерге деген сеніміме серкеу түсті. Айшагүл, тек сен ғана маған адал болдың. Сені қатты жақсы көремін. Сенің болғаныңа шүкір деп қолын ұстап тұрайын деп жатыр еді. Жөтеліп қалды. Айшагүл су әкелемін деп тұрып кетті. Чынарға Бюлент звондап Пойрас Караил қабірінде жоқ деді. Меніңше ол тірі деді. Пойрас келгенде Явуз өліп жатырды. Оның қолында Невраның пальтосының түймесі болды. Пойрас қолындағы түймені көрді. Явуздың өлгеніне 2 апта өтті. Пойрас пен Сенан киімдерін жинап кетеміз деп жатырды. Эда келді. Кім кетейін деп жатыр деді. Біз кетеміз, жұмыстан шығамын деді Пойрас. Бүгін жақсысың деді Айшагүл Шынарға. Сенің арқаң деді Шынар. Сен кімнен рұқсат алдың деп айғайлады Эда. Мен кімнен рұқсат алуым керек? Шешім қабылдау үшін ешкімнен сұрамаймын деді Пойрас. Әлі Керемді таппадық, оны таппай ешқайда кетпейсің деді Эда. Пойрас кетемін деді. Бахри Айшагүлге звондап қалайсың деп еді. Тергеушілер, тілшілер, Невра, бәрінен шаршап кеттім. Чынар мұндай күйге түспегенде бір күнде тұрмайтын едім бұл үйде деді Айшагүл. Чынарға Бюлент келді. Пойрас тірі, ол жайлы ақпарат таппадым. Суретінде жоқ деді. Бюлент Айшагүл біледі ме
деп еді. Білсе ол өзіне қол жұмсайды деп ойлаймын, деді Чынар. Чынар анасына келіп қалайсың, деді. Әлі сене алар емеспін Явуздың ондайға қатысы бар екенін. Мен қандай анамын, деді Невра. Сен өте жақсы анасың, деп құшақтады Чынар анасын. Мұнтаз Мелтемге жалған құжат істеп берді. Бахри Невраның үйіне келді. Айшагүлді әкетуге келдім, деді. Мен түсінбей тұрмын, деп еді Невра. Түсінбейтін несі бар? Қызымды әкетем, деді. Айшагүл, кетесің бе, деп еді Чынар. Кетпесе күштеп әкетемін, деді Бахри. Киімдеріңді жина, кетеміз, деді Бахри Айшагүлге. Пойраз да кетемін деп айтуға келіп еді. Айшагүлді алып кетейін деп жатқанын естіді. Еда Мүнтазға звондап Пойраз кетем деп жатыр деп ашуланды. Кете берсін, мен онымен алысатын жағдайым жоқ, деді Мүнтаз. Әке, мен сенен мұндайды күтпедім, деп еді Айшагүл. Саған да жақсы, өзім кеттім деп емес, әкем әкетті дейсің, деді Бахри. Невра, ол қыз саған лайық емес, деді. Сен біреуді сүйіп көрдің бе? Сен сүйіп көрмегесін мені түсінбейсің, деп ашуланды Чынар. Мелтем мен Зұлпқар үйіне қайтып келді. Бахрилер бәрі жиналып Айшагүлмен сөйлесіп отырғанда Пойраз бен Синан да келді. Ол үйге қайта бармайсың ба, деді Айшагүл. Жоқ, бармаймын, деді Пойраз. Чынар Айшагүлге келді. Чынар, не болды, деп еді Айшагүл. Мен тастамашы, деді Чынар Айшагүлге. Оңаша қалдырасыздар ма, деді Айшагүл. Бәрі шығып кетті. Екеуі сөйлесіп тұрды. Одан әрі сені ренжіткім келмейді. Жүрегіңді жаралағым келмейді. Тырыстым, осымен тоқтатайық, деді Айшагүл. Пойраздар жоғарыдан қарап тұрды оларға. Сені менен алыстатқан бір себеп бар, білемін. Пойраз, деді. Қалай сонда, деп еді Айшагүл. Пойраз тірі, деді Чынар. Ол тірі дегенің не сөз, деп еді. Өйткені ол сенің жүрегіңде. Сен оны ұмытқан жоқсың, деді. Сен мені сүюге тырысып та көрмедің, ойыңның бәрі Пойразда болды, деп қолын қысып ұстап тұрды Чынар. Өтінемін, деді Айшагүл. Пойраз шыдамай оларға келді. Сен не істеп жүрсің, деп еді Чынар. Невра ханым сізді әкел деп жіберді, деді Пойраз. Зұлпқар мен Мелтем Жалтырбас Садриддин караокеге келді. Фатих достарымен сол жерде болды. Бахри кетейін деп жатырды. Айшагүл, мен үйге қайттым, сен де қайтшы, деді. Деспина сөйлескім келеді, деді. Айта бер, деп еді. Бұл жерде емес, деді Деспина. Айшагүл, таза ауа жұтып келіңдер, деді. Фатихтер шөт төлейтін ақшалары жетпей қалды. Даяршы шығыңдар деп ұрсып жатыр еді. Садриддин естіп, мен төлеймін, деді. Сосын бірге отырайық, деді. Пойраз Чынарды алып келе жатырды. Қалайсыз, деп сұрады. Әкем өлді, ағам қылмыстық іске қатысы бар. Айшагүл мені тастап кетті. Қалай болуым керек, деді Чынар. Бәрінен бұрын маған Айшагүлдің мені тастап кеткені батты. Білесің бе, ол неге мені тастап кетті, деді Чынар. Не, деп еді. Пойраз Караил, ол адам біздің арамыздан бір сәтке шыққан жоқ, деді Чынар. Көлікті тоқтат, жаяу жүремін. Сен үйге кете бер, деді Чынар Пойразға. Ол оны тастап кете алмай отырғанда Мүнтаз звондады. Қайдасың, деді. Халелді сұрап жатыр, оны ұстап сөйлетуіміз керек, деді Мүнтаз. Оны да мен істейін бе, деп ашуланды Пойраз. Я, деді Мүнтаз. Керімге қатысты құжаттарды маған әкел, деді Пойраз Мүнтазға. Жақсы, деді ол. Сүңгіл Садриддинге звондап еді. Телефонын Фатих алып, қателескен сияқтысыз, деді. Мына дауыс таныс, деп ойланып тұрды Сүңгіл. Садриддин келіп еді. Фатих, аға, қателесіп сіздің телефоныңызды көтеріп қойдым, деді. Фатих, біз кетейік. Жақсы, аға, деді. Садриддин, мәселе болса хабарлас, деп нөмерін берді Фатихке. Бахридің көзін құрттыңдар ма, деді Садриддинге ақша берген адам. Сендер оны білмейсіңдер, ол бәрімізді құртады деп айтып жатырғанда, оған звондап Бахри бір әйелмен мейрамханаға келді, деді. Ол бізде барамыз, деп адамдарымен шығып кетті.